Сәлеметсіздер ме? Мен Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Қуатова Гүлдана Алайдаровна. Менің жаппай онлайн курсыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жаппай ашық онлайн курстың атауы арнайы медициналық топ студенттерінің дене шынықтыруы. Курстың мақсаты денсаулықтарында ауытқулары бар студенттерге бағытталған дене шынықтыру саласындағы білімнің барлық жиынтығын жан-жақты және өзара байланысты түрде ұсыну. Модуль 1. Студенттердің дене тәрбиесіндегі емдік дене шынықтырудың рөлі мен орны. Бүгінгі дәріс тақырыбы емдік дене шынықтырудың даму тарихы. Емдік гимнастика қазіргі заманда кең тараған ұғым. Ол емдеу әдістерінің тиімді түрлерінің бірі. Біздің елде ол негізінен советтік дәуірде ғана дамыса да, өзінің түп тамырын осыдан бірнеше ғасыр бұрын бастайды. Емдік гимнастиканың шығу және даму тарихына арналған ғылыми еңбектер көптеп саналады. Әсіресе емдік жаттығулардың денсаулыққа әсерін анықтауға Петр Францевич Лескафт, Иван Михайлович Саркизов, Сиразини, Владимир Михайлович Машков, Дмитрий Федорович Шпаковский сияқты ғалымдар үлкен үлес қосты. Әр ғасырдың өзіне тән емдеу әдісі және соған сәйкес дене тәрбиесі болған. Мысалы, бойындағы дерттен арылу үшін адам табиғаттың сыйы, суды, жарық сәулені, әр түрлі қимыл қозғалысты пайдаланған. Қытай, үнді елдерінде жаттығуларды біздің дәуірімізге дейінгі 3000-1800 жылдары кең қолданған. Олар ішкі ағзалар ауырғанда, буындар зақымданғанда, тыныс мүшелері арқылы дұрыс дем алуды мұқият қадағалаған. Сол сияқты массаж, ырықсыз қозғалыстар, қарсыласу қимылдарын пайдаланған. Емдік гимнастика ежелгі Грецияда да қарқынды дамыған. Оған үлкен үлес қосқан медицина атасы Гиппократ біздің дәуірімізге дейін 400-370 жылдар. Ежелгі Рим медицинасында емдік гимнастикаға ықпал еткен ғалымдар Церий, Цельс, әсіресе белгілі Рим дәрігері Гален. Біздің дәуіріміз 200-130. Церий көптеген созылмалы ауруларға қарсы міндетті түрде дене тәрбиесін қолдану керектігін атап көрсетті. Ол сал, жүйке ауруларын емдеуде емдік гимнастика мен массаждың пайдалы екенін дәлелдеді. 9-10 ғасырларда ғұлама ғалым, әлемге әйгілі дәрігер Авиценна, Әбу Әли ибн Сина осы салада үлкен еңбек жазды. Ол күн сәулесін, ауаны және дене тәрбиесін адамның жасына қарай ұтымды пайдалануды ұсынды. Орта ғасырда дін ықпалы күшейгендіктен медицина мен емдік дене тәрбиесі тоқырап қалды. Қайта өрлеу дәуірінде дәрігерлік гимнастика туралы еңбектер қайта шыға бастады. Тисонның ғылыми еңбектері, Гофманның ортопедия туралы трактаты, Меркуриалистің гимнастика өнері атты анықтама кітабы жарық көрді. 16-17 ғасырларда Ресей медицинасы аурудың алдын алу шараларын қолға алып, дене шынықтыру жаттығуларын маңызды деп таныды. Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Петрович Протасов. 18-19 ғасырларда емдік жаттығулар туралы пікірлер көбейді. Европада Лингтің швед гимнастика жүйесі кең тарады. Швед гимнастикасының негізгі мақсаты буын ауруларына қарсы емдік жаттығулар қолдану. Осы кезеңде Михаил Яковлевич Мудров, Николай Иванович Пирогов емдік гимнастиканы ішкі ағзалар ауырғанда, жарақаттанғанда қолдану қажеттігін атап көрсетті. Емдік гимнастиканың таралуына үлкен үлес қосқан Петр Францевич Лескафт ол дене тәрбиесін аурудың алдын алу ісінде жоғары қойды. Орыс ғалымдары Алексей Иванович Полунин, Сергей Петрович Боткин, Петр Иванович Дьяконов, Владимир Владимирович Горниевский емдік гимнастикаға материалистік көзқараспен қарады. Алайда патша өкіметі тұсында емдік гимнастика кең дамымады. 1921 жылы халық комиссарлар кеңесі демалыс үйлерін ашу туралы қаулы қабылдады. Онда дене тәрбиесін дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Тынығушылар үшін арнайы жаттығулардың мөлшері, әдістемесі жасалды. 1923 жылы алғаш рет емдік гимнастикаға арналған оқу құралы жарық көрді.
Ол Қызыл армия санаторийлері мен әскери медицинада қолданылды. Емдік гимнастика емханаларда, ауруханаларда операцияға дейін және кейін, акушерлік, гинекология, жүйке жүйесі ауруларын емдеуде қолданылды. 1928 жылы Москвада, 1932 жылы Ленинградта дене шынықтыру институттарында емдік гимнастика кафедралары ашылды. Сондай-ақ ғылыми зерттеу институттары ұйымдастырылды. Бұл салаға үлес қосқан ғалымдар Иван Михайлович Саркисов-Серазини, Владимир Николаевич Машков, Алексей Александрович Липорский, Евгений Федорович Древин, Вера Васильевна Гурниевская. Добровольский. Әрқайсысы әр түрлі аурулар бойынша емдік жаттығулар жүйесін жасады. Ұлы Отан соғысы кезінде госпитальдарда емдік гимнастика міндетті түрде қолданылды. Оның көмегімен көптеген жауынгер қатарға оралды. Соғыстан кейін емдік гимнастика тәсілдері кеңейтіліп, жүрек, өкпе, жүйке жүйесі, күйік, операциядан кейінгі қалпына келтіруде кең қолданылды. Совет ғалымдары емдік гимнастиканы жеке пән ретінде емес, кешенді емдеу жүйесінің бөлігі деп қарады. Олар әр халықтың емдік гимнастика тәжірибесін ғылыми тұрғыдан талдады. Қазіргі емдік гимнастика жеке адамға ғана емес, көпшілікке арналған. Денсаулық сақтаудың басты міндеті аурудың алдын алу, халықты диспансерлік тексеруден өткізу, жалпы денсаулықты жақсарту. Бұл міндеттерді орындауда емдік гимнастиканың үлесі зор. Ол аурудың алдын алып қана қоймай, оны емдеуге де тиімді әсер етеді. Келесі дәрістің тақырыбы емдік дене шынықтыру әдісінің ерекшеліктері мен міндеттері. Назарларыңызға рахмет.